Қайырлы күн қыздар, баршаңызға қалдарыңыз қалай? Мен сіздерге бүгін таңғы асты дайындап, сонымен бөлісейін деп шештім. Бір адамның порциясын жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады және диета ұстап жүрген адамға ең қажетті рецепт. Бізге бір жұмыртқа қажет болады. Соны тұздап, демлеп араластырып, құймақ пісіретін табамызды қыздырып, құймақ секілді осылайынан құйып пісіріп аламыз. Және де бұл пісіп жатқан кезде бетінен ірімшікті турап саласыз, болмаса майда етіп күштен өткізіп салсаңыз да болады, өте дәмді болады. Жұмыртқамыз піскенше біз көкөністерімізді турап дайындап аламыз, және де жұмыртқаны екі бүктеп аламыз дағыны, келесі бетін сәл ғана қуырып табаға саламыз, және де көкөністермен әдемілеп, әсемдеп, астарыңыз дәмді болсын. Өте дәмді, тамаша ас, таңғы ас. Таңғы асты осылайынан менімен бірге дайындап, әртүрлі ғып дайындап отырсаңыз, жанұяңызға ұнайды деген үміттемін. Менің парақшама тіркеліп, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған Жанка.